Хан талапай ойыны. Алақай, басталды ойын. Алақай, балалар, бүгін сендерге хан талапай ойынын алып келдім. Хан талапай ойыны балалар, бұл ұлттық ойынымыз. Ол ойынды ойнау үшін бірінші осы түрлі түсті ашықтардың ішінде хан асығы болады екен. Ол хан асықты табу үшін мен сендерге қазір асықты шашып беремін. Өздерің сол хан асықты алып, бірінші кім сол хан асықты алып, ойынды сол бала бастайды. Ойын бастаймыз ба? Ал, ондай болса, дорбаның ішіндегі асықты аламыз. Келесі ойын ләңгі ойыны. Ләңгі ойын деген не ол? Ләңгі деген не ол балалар? Қараңдар, ләңгі деген мына жүннен жасалады екен. Астында қорғасыны бар екен балалар. Ол үшін бізге қонаққа Омардың папасы мен Адияның папасы келді. Осы ләңгі ойынын ойнауға, ойынды көрсетуге келіпті. Ойынның шартын түсіндіре кететін болса, қолмен бұл ләңгіні ұстауға болмайды екен, аяқпен теуіп ойнайды екенбіз. Ал Омардың папасы мен Адияның папасын ортаға шақырамыз. Келесі ойын арқан тарту. Бұл ойында өзінің белгіленген, өзінің белгісі бар. Осы белгі қай жаққа қарай өтеді? Оң жаққа қарай ма, және сол жаққа қарай ма? Қай жаққа қарай көбірек кетсе, сол тобымыз бізде жеңіп шықты. Келдік па? Келдік. Ал ендіше балалар, ойынымызды бастаймыз. Келесі ойынымыз асық толтау. Бұның белгілі бір шарты бар. Бұл ойында өзінің ұяшықтары бар, ұяшықтарының түстері бар. Асықтың да өзінің әртүрлі түстері бар. Сол түстер бойынша біз асықтарды өздерінің ұяшықтарына орналастыруымыз керекпіз. Бұл ұяшықтың ішінде 5-5 асықтар, сонда болады бізде 25 асық орналасқан болады екен. Балалар, ойынға дайынбыз ба? Дайынбыз. Ал, енді ойынымызды бастайық. Бұл ойында бізде кім жеңіске жетті? Раяна жеңіске жетті, я? Асықтарды өзінің түс-түсімен орнына, ұяшығына орналастырды. Жарайсыздар.